Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер. Сіздің назарыңызға жасанды интеллект бойынша курстардан өту бойынша бейне нұсқаулық ұсынылады. Сілтемені басқаннан кейін сізге келесі бет ашылады. Оларға тіркелу ұсынылады. Мұны қолданатын жеке поштаңыз арқылы істеу керек. Мен мысалға Outlook поштасында жасадым. Поштаны енгізіп, пароль ойлап табу керек. Содан кейін далее түймесін басыңыз. Біз парақтардың жүктелуін күтеміз. Содан кейін сіз енгізген поштаға растау коды келеді. Бұл жағдайда мен Microsoft Outlook поштасының қолданамын. Код сол жерге келді. Егер хат келмесе, спам қалтасын қарау керек, немесе оны нежелательный деп атауға болады. Алынған кодты енгізіңіз. Мұнда біз өзіміз туралы ақпаратты аты-жөнімізді енгіземіз. Және жарамды телефон нөмірі. Сондай-ақ біздің академияның атауын, яғни Академия болашақ деп көрсетеміз. Завершить регистрацию батырмасын басамыз. Егер курстар беті бастапқыда пайдаланылса, бетті жаңарту түймесін басу керек. Мұнда қазақ немесе орыс тілдерінде курс ұсынылады. Өзіңдікін таңдау керек. Курстың келесі беті ашылады. Бұл курс 2 модульден тұрады. Видеоны қарап тестілеу сұрақтарына жауап беру керек. Бірінші модульді ашамыз. Мұнда біз оның 2 тармақшадан тұратынын көреміз. Біз видеоны іске қосамыз. Барлық бейнелер мен тестілеу элементтері орындалу керек. Бейне қаралған деп есептелу үшін оны іске қосу керек. Оны соңына дейін орап, оның аяқталуын күтіңіз. Яғни уақыт бойынша және келесіні іске қосу керек. Біз әр бейнемен бірдей әрекетті жасаймыз. Бұл бейне қаралғаннан кейін пайда болады. Ол жасыл құс белгімен есептеледі. Және күйжоғы толтырылады, яғни мұнда 12 бейненің екеуі көрсетілген. Сондықтан олардың әрқайсысын көру керек. Содан кейін курста тестілеу элементі бар. Оны іске қосу керек. Жалғастыру түймелері бар жерде жалғастыру түймесін басыңыз. Мұнда бізге тестілеу элементі шықты. Онда бейне жасау керек. Сондай-ақ соңына дейін ораңыз. Содан кейін тестілеу сұрақтарына жауап беріңіз. Сіз кез келген жауаптарды белгілей аласыз. Сұрақтардың дұрыстығын тексеру және бағалау жүйесі жоқ, яғни мұны әр сұрақпен жасау керек. Содан кейін дальше басыңыз. Сонымен бізде модульдің келесі бөлігі ашылды. Мұнда біз тестілеуді сәтті өткенін көре аламыз. Мұны бірінші модульмен және екінші курс модульмен жасау керек. Модульдің барлық элементтері аяқталғаннан кейін, олар әр элемент үшін жасыл түспен белгіленеді. Мұнда курстың өткендігі пайда болады. Курстың аяқталғаны туралы белгілі пайда болады. Осыдан кейін артқа түймесін басып, прогресс процесін көреміз. Яғни мұнда
бірінші модуль. Бірінші модуль аяқталғаннан кейін екіншісіне өтуге болады. Мұнда ұқсас әрекеттерді жасау керек, яғни барлық бейнелерді құрып, егер бар болса, тестілеу сұрақтарына жауап беру керек. Кейде барлық бейнелерді көргеннен кейін, ол қаралғандардың біреуін есептемейді. Мұны сары түспен белгіленгенін көруге болады. Курсы бірінші бөлімін көріп тұрмыз, және ең бірінші бейне. Оны тағы бір рет көру керек. Нақтырақ айтқанда, ең соңына жеткізу керек. Артқа өтеміз. Бетті жаңартамыз, біз оны есептелмегенін көреміз. Әрекетті қайта жасаймыз. Сонымен қазір бейне есептелді. Бұл курстың да аяқталғанын көрсетеді. Біз басты бетке кіреміз. Курстың аяқтағаннан кейін біз тіркелген бетке оралу керекпіз. Мұнда біз прогресстің жаңартылғанын көре аласыз. Ол бір немесе бірнеше күннен кейін жаңартылады. Және сертификатты жүктеу түймесі пайда болады. Сіз оны басуыңыз керек. Сертификатты жүктеп алыңыз. Жүктеу қалтасын таңдаңыз және сіз осы жерден көре аласыз. Бұл жерде сіздің атыңыз көрсетілген болады. Бұл бейнеде нұсқаулық аяқталады.